Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сендермен өте қызықты тақырыпты өтейін деп жатырмыз. Ол бізде English Plus-тың 41-ші бетіндегі Natural Science Animals деген тақырып. Каналға бірден тіркел, комментарийге лайк бас, себебі каналға тіркелгендерге ғана мен видео көрінетіндей қылып қоятын боламын. Сонымен бастадық. Бірінші тапсырмада сендерге айтады: Check the meaning of the words in the books and complete the text with the five of word words. Яғни мына жерде берілген сөздерді қоюың қажет. Сонымен бастадық. Fish, vertebrates-тан бастайық. Vertebrates деген ол бізде омыртқалылар, иә. Мына жерде сендерге омыртқалылардың әртүрлісі туралы айтқан. Fish, балықтар. Fish are cold-blooded animals and they live in water. Балықтар олар суыққанды жануарлар және олар суда өмір сүреді. They have got scales and fins. Оларда бар қабыршықтар дейміз ғой, қабығы бар ғой балықтардың, сол және де fins. Финстерді желбезек десек болады, немесе жүзбе қанаттар, иә. Жүзбе қанаттары бар. They haven't got lungs. Оларда өкпе жоқ. They have got gills instead. Оларда бар бізде оның орнына желбезектері бар дейді. Most fish lay eggs and don't look after their babies. Олар барлығы жұмыртқа бастырады және де оған қарамайды дейді. Mammals. Mammals дегеніміз ол бізде сүтқоректілер. All mammals are warm-blooded animals. And they feed their babies milk. Барлық сүтқоректілер ол жылы қанды жануарлар және олар балаларын сүтпен қоректендіреді. Most mammals live on land, for example, humans and the dogs. Көптеген сүтқоректілер жерде өмір сүреді, мысалға адамдар және де иттер. Some mammals like wolves live in water, but they haven't got gills. Яғни кейбір сүтқоректілер өмір сүреді суда, мысалға киттер, бірақ оларда gills жоқ, яғни оларда желбезектер жоқ, олар желбезектер жоқ. They haven't got all lungs, оларда they have got all lungs, яғни оларда өкпе бар онорда. Most of them have got hair and 4 legs. Олардың көбісінде шаш және 4 аяқтары бар. Birds, құстар. Birds live on land, but some мына жер балаларына fins деген жүзбе қанаттар болады, жүзбе қанаттар. Ал gills деген ол желбезектер. Birds live on land, but some of them look for food in water. They have got feathers and the legs and the 2 wings, and some birds like ostriches and the kiwis and fly. All birds lay eggs and they feed their young. Яғни құстар олар жерде өмір сүреді, олардың көбісі су іздейді тамақ ретінде. They have got, оларда бар қауырсындар және 2 аяқтар және 2 қадақты қанаттар. Бірнеше құстар, мысалға жаңағы острич, страус емес, түйеқұс және кивилер ұша алмайды. Барлық құстар жұмыртқа басады, бірақ және де олар өзінің балаларын тамақтандырады дейді. Amphibians. Amphibians деген балалар, олар бізде қос мекенділер, яғни қос балалар. Амфибия деген ол бізде қос мекенділер. When amphibians are young, they live in water. And they haven't got lungs. Олар жас кезінде олар суда өмір сүреді және оларда өкпе жоқ. When they adults, they have got lungs and 4 legs, for example, frogs and toads. They lay their eggs in water but they don't live in water all the time. Яғни олар өмір сүреді өскенге дейін, кішкентай кездерінде суда өмір сүреді, кейін оларда өкпе болмай кейін пайда болады. When they have adult, олар өскен кезде they have got lungs, өкпе пайда болып, олардың 4 аяқтары болады. Мысалға бақалар мен құрбақалар. Олар жұмыртқаларын суда бастырады және суда өмір бақи, яғни барлық уақытта өмір сүре бермейді. Reptiles. Reptiles деген ол бауырмен жолғаушылар. Most reptiles live on land. They don't have lungs and scales, but not gills. Yeah? They haven't got any wings or feathers, and they don't have fins or hair. All the animals this group, for example, chameleons and lizards, have got 4 legs except snakes. They are cold-blooded animals and many of them live in warm places. Яғни көптеген бауырмен жолғаушылар жерде өмір сүреді. Оларда өкпе болады, чешуя, мына жыланда чешуя бар, қабыршық
қалай айтса болады, қапшықтары бар, бірақ желбезектері жоқ. They haven't got any wings. Оларда ешқандай қанат жоқ. Feathers қауырсын жоқ. And they haven't got fins or hairs. Оларда шаш жоқ, немесе жүзбе қанаттар жоқ дейді. мысалға хамелеондар мен кесірткелер төрт аяқтары бар, бірақ except жыланды қоспағанда, жыланда мысалға аяқ жоқ. They are cold blooded, яғни олар суыққанды жануарлар. And many of them live in warm places. Бірақ олар жылы жерде мекендейді дейді. Балалар өте қызық информация айтты бізге. Енді екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада сендерге мына сұрақтарға тыңдап жауап бер дейді. Бастадық. Which type of animals doesn't live on land? Қай типтегі жануарлар жерде өмір сүрмейді? Fish дедім. Which type of animals have got scales? Қай жануардың чешуясы бар, яғни қапшықтары бар дейді. Fish and reptiles, яғни балықтар және рептилиялар, яғни бауырымен жорғалаушылар. Which type of mammals has got hair? Қай түрдегі сүтқоректің шашы бар дейді. Қай жануардың шашы бар дейді. Ол әрине сүтқоректілерде, мысалы адамдарда деген. Біз енді адамдай жануар емеспіз, бірақ мысалы арыстандардың шашы бар деген сияқты. Оларда сүтқоректі ғой. How are snakes different from other reptiles? Жыландар басқа бауырмен жорғалаушыларға қарағанда айырмашылығы не дейді? Әрине олар they haven't got four legs. Жыландарда төрт аяқ жоқ. Which type of animals is different when it's old дейді. Қай типтегі жануарлар өзгереді өскен сайын дейді. Әрине ол amphibians, қосмекенділер. Which type of animals feed their babies milk? Қай түрдегі жануарлар өздерінің балаларын сүтпен қоректендіреді? Mammals, яғни сүтқоректілер сүт береді. Үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада саған айтады. Which type, сұрақтарға балалар жауап берулерің керек. Ой, мен бұрып жедім. Айбетпендер, мен қалай бұрарымды білмей жатырмын. Ой. Енді келдік. Which type of group animals are used chart? Балалар, мына тапсырманың тек қана мен жауабын айтайын, иә. A chameleon is a reptile. A shark is fish. Хамелеон ол бауырмен жорғалаушы. Shark is fish, акула ол балық. Bear is mammal, иә. Аю ол сүтқоректі. An owl is a bird. Яғни үкі ол құс деген сұрақтарға жауап бердім. Түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы төртінші тапсырмаға келдік. Енді төртінші тапсырмада саған айтады, мына жақта мына сұрақтарға жауап берсем болады, немесе өзің сұрақтар қойып бір жануарларды туралы айт дейді. Бастадық. Which animal has no legs? Қай жануарда аяқ жоқ? Snakes. Yeah, snake. Which type of animal feeds its young with milk? Қай түрдегі жануарлар өзінің балаларын сүтпен қоректендіреді? Ол mammals, сүтқоректілер. Which type of animals have wings but cannot fly? Қай түрдегі жануарларда қанат бар, бірақ ұша алмайды? Мысалға birds, құстар, мысалға пингвиндер ұша алмайды, үндіктер ұша алмайды, тауықтар ұша алмайды, және фламинголар ұша алмайды деп мен саған информация жазып бердім. Балалар, жалпы сабақ ұнаса каналға тіркел, комментарийге рахмет деп жаз, себебі мына жақта енді сабақтар өте көп болады. Сондықтан have a nice day. Goodbye.